жұмыстары жүріп жатыр. Достар, бүгін студияға арнайы менің шақыртуыммен қонақтар келіп отыр. Жақынырақ таныстырайын. Бұрынғы банк саласының қызметкері Рымкүл ханым мен Лаура ханым, және де заңгеріміз Бақытбек мырза, тіл саласының маманы Ләйла ханым келіп отыр. Әңгіме не туралы болмақ деңіз? Әңгімеміз жақында болған саяхатымыз туралы болмақ. Себебі бәріміз саяхаттағанды ұнатамыз. Бұл кісілердің айтары бар, айтатын қызықтары бар. Бірге тыңдайық. Біз бүгін Ләйла Сұлтанқызының студиясына қонаққа келдік. Бұл адамдармен келіп отырғанымыз жайдан жай емес, өйткені біз Ләйла Сұлтанқыздан жақында ғана саяхаттан бірге оралдық, сапарластарымыз десек болады. Сол сапарда біз Грек аралдарына бірге болдық круизде. Сондықтан бұл жерде келіп, осы жерде отырған себебіміз Ләйла Сұлтанқызың біріншіден студиясына құтты болсын айтып келгеніміз, екіншіден өзіміздің сол саяхатқа барғандағы саяхатымыз туралы бір-екі ауыз өзіміздің ойымызды, өзіміздің пікірімізді білдірсек деген оймен келіп отырмыз. Бұл жердегі келген ханымдар Ырымгүл ханым, банк қызметкері Ләйла Сұлтанқыз айтып кеткендей, Лаура, ол да банк қызметкерлері. Бірақ қазір саяхат бұл кісілердің ең маңызды жаңағыдай өмірлерінің мәні де сәні де жаңағыдай жұмыстары да осы саяхаттау. Және де Лаура ханымның жолдасы Бақытбек, бұл кісі заңгер. Сол енді бұл жерге келген себебіміз өзара өзіміздің сол саяхаттан алған пікірлерімізді бір-бірімізбен бөліссек, бір-бірімізге айтсақ. Өйткені әр елге барғанда елді көрген жақсы, жерді көрген жақсы. Өйткені Аллах тағала айтты ғой, бүкіл әлемді жараттым сендер үшін деп, иә. Көріңдер, кезіңдер, қараңдар деді. Әр елге барған сайын олардың мәдениетін көреміз, олардың жерін көреміз, елін көреміз. Сол жердегі әркімнің өзінің алған бір ойын, түйсігін солай бөліссе. Ырымгүл ханым, сізден бастайық. Жақсы. Ал енді мен әрине саяхатты қазір саяхаттап жүрміз. Кезінде, жас кезімізде сол ойлайтынмын, арман болатын. 7-ші класс оқып жүргенде бір осындай жаңағы Австралия дейміз, жаңағы Новая Зеландия, Япония деген жерлер, Америка деген бізге ол үлкен арман болатын. Ол кезде тек қана құр жай ой ғана болатын, ойымызға кіріп шыққан жоқ, ондай жаққа барамыз деген. Енді бір 17-21 жылдары балам Сингапурда болып бір келгенде айтады, осы мамам бізде мынау дәстүр жоқ, мынау демалатын деп, саяхаттай жасатын, иә, соны дәстүрге айналыстыру керек дегендей. Сол кезде де менің ойымда болып жүретін. Банкте жұмыс істеп жүргенде біз енді Ләйла Сұлтанқызымен не болып едік, таныс болғанбыз. Бір кезде сол кісінің саяхатта жүргенін көріп, мен сондай бір шешімге келдім, мен де саяхаттағым келіп кетті. Сол 22-ші жылдан бастап сондай шешімге келіп, қазіргі күнде міне 5 круизға барып келдім, қаншама ел көріп келдік, бір 20-дан асты ел көрдім деп айтуға болады. Мынау Персидский заливта болдық, содан кейін осы биылдың өзінде ақш-қа барып келдім круизбенен, жолдасымен, баламмен дегендей. Ал енді қазір мен 5-ші круиз Грек аралығында болып келдік. Бәрін енді былай қарап отырсам, өмірдің қызығы да, жаңа сіз айтпақты мәні де, сәні де, ел көріп, жер көрген өте сондай маңызды екен. Келген сайын өзгеше өзіңді сезінесің, арғы басқаша көзімен қарайсың, өз ел жеріңе басқаша қарайсың. Екеуін қараған кезде салыстыра бастайды екенсің. Сонда өзіміздің жеріміздің, еліміздің несін көресің, енді сондай достоинство дейміз ғой. Басқа барған жерінде сондай ғажап жерлерін көріп, өміріміз сондай, мен қазір ойлаймын, насыщенный, керемет, бақытты адам болып сезінемін. Жаңағы былай қазіргі айтатыным, егер де көп елдер ойлап жүреді ғой, бұл маған емес шығар, бұл саяхатқа мен жағдайым келмейді деп. Былай егер адам ойласа,
жаңағы барлығы болады екен. Мен бұрында ойлайтынмын, құр арман деген жазып қоя саламыз деп. Қазір арманды жазып, және де соны ойласаң, алдыңнан шығып жатыр екен. Сол деген, сол қызық, сондай барлығы жазып, ойлаған нәрсең, соның барлығы орындалып жатыр. Енді мен бір қазір енді ақш-та болдым, ол жақтында өте ғажап жерлерінде көп болдым. Жаңағы Таймс-сквер дейді, жаңағы Нью-Йорктың орталығында тұрып, жаңағы сондай әдемі ғажап жерлерін көріп, сонда соны қарай отырып салыстыра бастайсың. Ал енді сол жерде қарайсың, енді былай қарап отырсаң, өте кір, жаңағы Нью-Йорк, енді лас. Ал енді жаңағы бомж дейміз бе, анау кісілер жата береді екен. Үй жоқтар жата береді, бірақ та ол өзін сол елдің азаматы болып сезініп, оған сіз бір сөз айта алмайсыз, қатты көзбен қарай алмайсыз, және оған сіз замечание жасай алмайсыз. Көрдіңіз бе? Соның бәрін қараған кезде мен ойлаймын, біздің еліміз оған қарағанда өте таза деп. Білдіңіз бе? Сондай бірінші соған удивляться еттім, әрине. Бірақ та енді жаңағы Нью-Йорк деген енді бұрынғы өзіміздің арман. Содан кейін енді қазір мынау Грециядан келіп отырмыз, енді Грецияның аралықтарынан. Ол жерде де керемет ғажап жерінде болдық, таңқалатындай жерінде болдық. Ал Миконос қаланың мені сондай таңқалдырғаны, жаңағы енді келіп түстіп, енді орталық көшелеріне түстік. Енді былай қарасаң, үйлердің түстері әппақ үйлер, нелері, терезелері көкшіл, кейбір ғимараттардың шатырлары көк екен. Жаңағы көкпен қызыл, көкпенен ақ екен олардың түстері грек елінің. Жаңағы улица, жаңағы көшелеріне келген кезде екі адам өтсе, үшінші адам өте алмайды. Сондай тар екен. Тар көшелер сондай тары. Соны қараған кезде өзіміздің кен көшелер есіңе түседі, былай қарап отырсаң. Ол кісілердің көшесі екі үйдің арасындай, біздің екі үйдің арасы одан да кен деп айтамын. Бірақ та тазалығы енді мені таң қалдырды. Сондай әппақ қылып сырлап тастаған. Мынандай былай келе жатсаңыз, жаңағы үйлері енді екі қабат әппақ үйлер ғой. Екінші қабатында өздері тұрса, бірінші қабатында жаңағы сауда жасайтын бутиктер. Не түгел туристерге жаңағындай нені жасап қойған ғой, не керек, соның бәрін қажеттерімізді жаратындатындай қылып, келе жатсаң, мына жақта саған тамақ керек пе, бірдеме сатып алам дейсің бе, дәріхана дейсің бе, бәр керек нәрсеңді сатып алуға болады. Және де мені таң қалдырғаны жаңағы көшелердің. Енді көшелері біз енді арка дейміз, үйде бір аркалар жасаймыз ғой, көшелері сондай-ақ сол жерде талдардың өсіп тұрғаны, және де қарасаңыз, жаңағы раушан гүлдері өсіп тұрған сияқты. Енді аркаға винеточка сияқты. Соған кірсеңіз, бір үйге кіріп бара жатқан сияқтысыз, жарсын жүрсеңіз, әр көшелер солай бөліне береді екен. Енді керемет, лабиринт, сондай әдемі. Жаңағы бутиктер, ашық бутиктеріне енді таңқалам. Әппақ болып, мынау кафель бәрі әппақ болып тастаған ғой. Жаңағы ішінде үлкенірек болмаса да, сондай ұнамды, өзіме сондай қатты ұнады. Таза. Енді Миконос деген жерде менің бір таң қалғаным, жаңағы адамдар көп, елдер көп, туристер көп.